2+6 бағдарламасына мауафық жастарға субсидия ажыратылады. Үкімет қарарыменен жастардың оқу орайларында шет тілдерін оқу қажеттілерінің бір бөлігі үшін субсидия ажырату тәртібі хақындағы ереже тасқыланды. Заңшылыққа бола 2+6 бағдарламасы белгіленген шет тілдерін білу бойынша дәреженің кемінде минимал көрсеткіші сертификатына ие болған арыза беруші оқу орайы тарапынан оған шет тілін оқыту қызметін көрсеткен үшін дәстүрлі 2 ай үшін оқу қаражетін өз есабынан төлегенде, кейінгі 6 айға шекем оқу қаражеті үшін Жастар істері агенттігінің жастарға байланысты мемлекеттік саясатты қолдап қорғау қорына ажыратылған қаржылар шеңберінде субсидия ажыратылуын назарда тұтады. 2+6 бағдарламасына муафық жастарға әр ай жұмағы бойынша төмендегі мөлшерде субсидия ажыратылады. Ташкент қаласында базалық есепталған мөлшерінің 2 есесіне шекем, Қарақалпақстан Республикасы һәм уәлаяттар орайларында базалық есепталған мөлшерінің 1,5 есесіне шекем. Район қалаларда базалық есепталған мөлшерінің 1 есесіне шекем. Агенттік тарапынан 2025-2026 жылдарда оқу орайларында шет тілдерін үйренуші 20 мыңға шекем, 2031 жылға шекем, әр жылы 20 мыңға шекем жастарға оқу қаражеттері үшін субсидия ажыратылады. Бұнда тиісті жылда субсидия ажыратылған жастар саны 20 мыңнан асқан жағдайда сол жыл үшін субсидия ажырату кейінгі жылға шекем тоқтатылады. Арыза берушілердің шет тілін оқыту қаражеті үшін оқу орайларының рейтингін қалыптастыру үшін белгіленген тәртіпте электрон платформа арқылы тізімнен өткен арыза берушілердің оқу сабақтарында қатынасқан күнделікті электрон қадағалау имканиятын беруші электрон платформаға интеграцияланған оқу орайларына 2+6 бағдарлама шеңберінде субсидия ажыратылады.